Сәлем достар. Бүгінгі видеода күнделікті рационнан алып тастайтын 5 өнім жайлы айтатын боламын. Төменде аталатын өнімдер ағзаға ешқандай пайда әкелмейді. Сондықтан осы 5 өнімді рационыңыздан мүлдем алып тастаңыз. Бірінші, қайта өңделген ет өнімдері. Шұжықтар, консервілер, мұздатылған жартылай фабрикаттардың құрамында тұз, консерванттар мен басқа да химиялық қоспалар өте көп. Олардың құрамындағы ең қауіптісі қаныққан майлар болып табылады. Олар қандағы холестерин мөлшерін арттырады. Майсыздандырылған сүт өнімдері. Майсыздандырылған йогурттар, сүт пен қаймақ. Бұлар да жүрек қан тамыр жүйесіне үлкен қауіп төндіреді. Құрамында көптеген консерванттар, бояғыш заттар болады. Маргарин. Маргариннің құрамында трансмайлар өте көп. Олар инфаркт пен инсультқа әкеліп соғады. Қандағы холестерин мөлшерін арттырады. Майонез. Майонезді үнемі тұтыну жүрек пен қан тамырларының ауруына шалдықтырады. Ас қорыту жүйесін зақымдап, артық салмақ қосуға себеп болады. Мюсли. Шикі немесе пісірілген дәнді дақылдар, кептірілген жемістер, жаңғақтар, кебек, бидай және дәмдеуіштерден жасалған тағамдар. Мюслидің құрамында қант пен өсімдік майлары өте көп мөлшерде болады. Олар жүрекке зиян және инфарктке шалдығу қаупі өте жоғары болып келеді. Достар, ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздейік. Ал сіз төменде аталған өнімдердің қайсысын жиі тұтынасыз?